Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай картофельный паймен әсемделген тойымды салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жуылып тазартылған тауықтың төс етін үлкендеу көлемде кесіп турап алатын боламыз. Бұл салатты ең басында көрген кезде картофель пай үшін жасаған болатынмын, бірақ та жасап көргеннен кейін өзінің негізінің өзі сондай дәмді болып шыққаннан кейін сіздермен бөлісудемін. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей тауықтың төстерін осындай үлкен көлемде турап алудамын. Содан кейін өзінің арнайы дәмдеуіштермен араластырып, түсін келтіріп, сковородкада қуырып алатын боламыз. Ең алдымен осылай сарымсақты арнайы езгішінен өткіземіз. Содан кейін паприкамызды, сосын татымына қарай тұзымызды салатын боламыз. Тұзды қатты көп сала бермеңіздер, себебі салаттың ең соңғы жағында татымына қарай тағы да қосатын боласыздар. Мінекей қара бұрышты салудамын. Содан кейін арнайы түс беретін паприкамызды қосамыз. Содан кейін қолдың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей араластырып болдым. Енді сәл ғана сұйық майымызды қосып, қуыра берсеңіздер болады. Достар, табаға ешқандай сұйық майды қоспай-ақ қуыра берсеңіздер болады. Егер де сәл сочнылы болған қаласаңыздар, онда сәл ғана сұйық май құйсаңыз жеткілікті. Осылай жақсылап араластырып отырып, тауығымыздың піскенінше қарап отырамыз. Піскеннен кейін бөлек табаққа салып қоя тұрыңыз. Содан кейін қалған ингредиенттерін дайындап алуымыз қажет. Мінекей ең жақсы көретін бөлігіме келдім, яғни картофель пайды дайындау. Ол үшін картофельдердің барлығын қабығынан ашып, жақсылап жуып алғаннан кейін ұсақ үккіштен өткізетін боламыз, яғни теркадан өткізіп аламыз. Барлығын жақсылап өткізіп алғаннан кейін керек мөлшерде жақсылап мұздай сумен қайта-қайта 3-4 мәрте қайтара крахмалы кеткенше жуып аламыз. Содан кейін сүзгеннен кейін осылай сүлгіге орналастырып 1 сағаттай кептіріп қоюымыз қажет. Егер де терезенің алдына желдетілген жерге қойсаңыз, кем дегенде 30-40 минуттың ішінде кеуіп үлгереді. Содан кейін осылай қызып тұрған майға салып, сүзгіштің көмегімен сүзіп аласыз. Бар болғаны солай картофель пайыңыз дайын болады. Өте дәмді болып шығады достар. Міндетті түрде осы салатта жасап көріңіздер. Мінекей картофельдеріміз қызарғаннан кейін осылай сүзіп алып, қағаз сүлгіміз бар ыдысқа бөлек жинақтаймыз. Мінекей барлық ингредиенттерін дайындап алдық. Тауығымыздың төс еті, паприка қосқасын өте әдемі болып тұр. Содан кейін кириешке қажет болады. Одан кейін қиярымыз қажет болады. Содан кейін мінекей картофель пайымыз. Арасына көк жуа қосып жіберсеңіз, өте дәмді болып шығатынына сөз беремін. Ендеше қиярымызды турауға кірсек, оның көлемі осы тауық төсінің көлемінде ірі-ірі бөлшектерге бөліп турап алып дайындап аламыз. Достар, міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте дәмді деген оңай рецепттермен бөлісетін боламын. Көбіне өзіме қатты ұнаған рецепттерді сіздермен бөлісуге асықпын. Осылайша керекті мөлшердегі қиярымыздың барлығын турап алғаннан кейін бір ыдысқа жинақтай бастайтын боламыз. Мінекей туралған қиярымыздың үстіне тауығымыздың төс етін салатын боламыз. Содан кейін көк жуамызды турап қосатын боламыз. Достар, көк жуаны қатты ұсақтап жібермеңіздер. Видеода көрсетілгендей сәл үлкендеу көлемде турасаңыз әдемі болып көрінеді. Осылайша оны да ыдысқа жібереміз. Содан кейін үстіне керекті мөлшерде кириешкемізді қосамыз. Достар, бұл салаттың 5 жерге дайындаудамын, бірақ сіздерге бір жерлік мөлшерін астыға описание бөліміне жазып кететін боламын. Мінекей бірден татымына қарай қара бұрышымызды қосудамын.
Содан кейін сәл ғана тұз себелеп жатырмын. Одан кейін міндетті түрде майонез қосуды ұмытпаңыз. Көбіне саратовский майонезін жақсы көремін, себебі өзінің дәмі ерекше және дәмді болып шығады. Содан кейін барлығын әдемі деген ыдысымызға орналастырып, жақсылап майонезбен араластырып болғаннан кейін үстіне картофель пайымызды салып және петрушкамен әсемдейтін боламын. Ірі көлемде туралғандықтан өте әдемі болып көрініп, ішінде қандай зат бар екеніне дейін көрініп байқалып тұрады. Сіздер де жасап көріңіздер достар. Үй ішіңізге, қонақтарыңызға осы салаттың ұнайтынына сенімдімін. Видеомды соңына дейін көріп тамашалағаныңызға рахмет. Міндетті түрде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.